Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен бүгінгі видеода сендерге Хантер анимесін қысқаша айтып беремін. Ал сендер болсаңдар құрып отпай тегін лайктарын басып арнаға тіркеліп мені қолдап отырсаңдар болады. Ал енді мен көп сөйлемей, көп созбай видеоны бастайын. Видеоға кеттік. Барлығы Гонның үлкен балықты ұстауынан басталады. Ал ол балықты сол Гонның тұрып жатқан ауылындағы 6 өгіздей мұжиттар сол балықты ұстай алмаған екен. Ал Гон сол балықты смело ұстап алады және Гон спорласқан екен. Егер Гон сол балықты ұстап алса, Гонды аңшылық емтиханға жібереді екен. Солай Гон спордан жеңіп аңшылық емтиханға кетеді, бірақ Гон қайта ораламын деп уәде береді. Солай Гон жолға шығады. Сосын теңізде қатты толқындар болады. Ал сол кемедегі адамдар бұл толқынға шыдай алмайды. Сосын Гон сол жерде екі мықты жігітпен танысады, бірақ Курапика мен Леорионың сөздері жараспайды. Бірақ бір кезде кемедегі бір адамды құтқарып, екеуінің сөздері жарасып кетеді. Сосын Гон сол кемедегі капитанмен қоштасып ары қарай кетпек болады. Бірақ бір кезде сол капитан мен бір қысқа жолды білемін, сендер сол жолмен барыңдар дейді. Гон капитанға рахметін айтып, капитан айтқан жолмен кетеді. Ал Леорио болса бұған келіспей басқа жолмен кетеді. Курапика болса бірден Гонмен бірге кетеді. Сосын бір кезде Леорио сол жердегі тұрғындардың бірімен сөйлесіп тұрған естиді. Олар аңшылық емтиханға келе жатқан адамдарға дұрыс емес жол нұсқасы берілгенін айтады. Солай Леорио бірден артқа қайтып Гонмен бірге барады. Бір кезде олардың алдынан бір кемпір шығады. Ол кемпір оларға сұрақ қояды. Сұрақта саған ең жақын екі адам қиындыққа тап болған, қайсысына көмек бересің деген. Олар ойланып бұл жауаптың жауабы жоқ дейді. Солай кемпір бұл сұрақтың жауабы жоқ және болуы мүмкін емес дейді. Солай жауап дұрыс болып шығады. Бірақ Гон егер осындай жағдайға түсіп қалсам, шынымен кімді құтқарамын деп ойланып қалады. Сосын солай ары қарай кетеді. Bir кезде олар біреудің айқайлаған дауысын естиді. Айқайлаған бір адам екен. Ол адамды біреулер жарақаттап кеткен екен. Сосын олар сол адамға көмектеспек болады. Леорио сол адаммен бірге қалады. Ал Курапика мен Гон әлгі адамды жарақаттаған адамды іздеуге кетеді. Сосын Курапика татуировкасы бар бір адамды тауып алады. Ал Курапика оның татуировкасынан оның түлкі екенін түсінеді. Ал ол чоза түлкі десеңдер, ол түлкі және анау жаралы адам барлығы сынақ екен. Яғни олардың мақсаттары әлгі жаралы адамға көмектесе ме, көмектеспей ме соны анықтау екен. Сосын Гон бірін-біріне ұқсайтын екі түлкіні ажырата алады. Солай түлкілерге олардың істері ұнап қалған үшін оларды аңшылық емтихан болатын жерге жеткізіп тастайды. Және оған қоса оларды тамақтанатын бір жерге әкеліп оларды тамақтандырады. Солай тамаққа тойып аңшылық емтихан болатын жерге келеді және ол жерде неше түрлі адамдарды кездестіреді. Ал сол жердегі Том деген бір адам оларды бірдеңке қосылған сушнякпен уламақ болады. Бірақ бір кезде Гон сушнякқа бірдеңке қосылған сезіп, сушнякты ішпей аузынан шығарып тастайды. Ал Том бұл затпен бірінші рет айналысып тұрған жоқ екен. Ол бұл затпен 35-ші рет айналысып, аңшылық емтиханнан 35-ші рет өте алмай құлаған екен. Сосын Тотс деген біреу келеді. Ол бірінші кезеңнің емтихан алушы екенін айтады. Және солай олар жеңіл жүгіруді бастайды. 20 км жүреді және сол жерде бірнеше жігіттер ары қарай жүгіре алмай құлап қалады. Сосын тағы да 40 км жүреді. Сосын олар Килуа деген бір баланың скейтбордпен жүргенін байқап, оған сен әділетсіз жасап жатсың дейді. Ал Килуа болса онда қызықты болсын деп самокатынан түсіп олармен бірге жүгіреді. Және солай олар белгілі бір шақырымға жүгіреді. Бір кезде Леорио жүгіре алмай шаршап қалады. Ал Гон Леорио жүгірсін деп Леорионы жүгіруге мәжбүрлейтін бір сөз айтады. Гон Леориоға сен жүгірмесең мен де жүгірмеймін дейді. Ал Леорио бұл сөзді естіп ары қарай жүгіруді жалғастырады. Солай жолда Курапикамен сөйлесіп неге аңшы болғысы келетінін айтады. Ол көп ақшаға ие болып, солай дәрігер болып, өзі қалаған адамдарды емдегісі келеді екен. Ал Курапиканың мақсаты өз руын өлтірген адамдарды өлтіру екен. Бұлайша айтқанда кек қайтарғысы келеді екен. Сосын Леорио 18-ге толмағанын айтады. Ал оны естіп олар сәл шошып кетеді. Солай олар 80 километрді басып өтті. Ал Килуа мен Гон біздің өкпеміз өшкен жоқ, бұл оңай болды дейді. Солай екінші кезең басталды. Тотс бұл кезеңде мұқият болу керек дейді. Себебі бұл жерде жануарлар бар екен. Бұл жердегі жануарлар өте ақылды және өте қауіпті екен. Бір кезде бір адам емтиханнан өте алмай қалады. Солай ол Тотсқа, яғни емтихан алатын адамға бәле жауып, оны өтірікші дейді. Бірақ Хисока деген біреу бұл сұрақтың жауабын табады. Хисока Тотсқа шабуыл жасайды. Ал Тотс Хисоканың жасаған шабуылын тоқтатады. Сосын Хисока оларға түсіндіріп айтады. Тотс менің шабуылымды тоқтатты. Егер ол өтірік емтихан алушы адам болғанда ол менің шабуылымды тоқтата алмайтын еді дейді. Солай барлығы оның шын емтихан алатын адам екеніне көздерін жеткізеді. Және солай олар ары қарай жүгіруді жалғастырады. Гон мен Килуа алдыда жүр. Тотс оларға орманның қаншалықты қауіпті екенін көрсетті. Bir кезде Леорио өте үлкен тасбақамен шайқасады. Сосын олар бір адамдардың Хисокаға тиісіп тұрғанын байқайды. Ол адамдар Хисокаға сен аңшы болуға лайық емессің дейді. Ал Хисока о көкелерім ау, бұл жерде мен емес сендер аңшы болуға лайық емессіңдер деп олардың бір жерлерін екіге айырады. Сосын Хисока Курапика мен Леорионы байқап қалады. Ал Курапика мен Леорио қашады, бірақ бір кезде Леорио артқа қайтып Хисокамен бірге шайқаспақшы.
Және бұл шайқаста Леорионың быт-шыты шығуына сәл қалады, бірақ бір кезде Гон келіп Хисоканың бетіне қармақпен ұрып Леорионы құтқарып қалады. Ал Гонның бұл ісі Хисокаға ұнап қалады. Сосын Хисока Леорионы өзімен бірге алып кетеді. Ал Гон мен Курапика келесі емтихан басталатын жерге баруға асығады. Солай келесі емтихан басталады. Бұл емтиханды Мати мен Бухар өткізеді екен. Олар талғампаз аңшылар екен, және сол себепті оларға тапсырма береді. Бізге шошқаның етінен дәмді бір тағам дайындап бересіңдер дейді. Және бұл жердегі шошқалар өте қауіпті екен. Гон шошқаларды ұстауға шығады және керемет сәттілікпен шошқалардың ең әлсіз жерін тауып алады. Және барлық шошқаны ұстау үшін Гонның әдісін пайдаланады. Солай олар шошқаны пісіруді бастайды. Бухарға олардың дайындаған тағамдары ұнайды, ал Моти олардың жасаған тағамдарына қанағаттанбайды, және сол себепті олардың барлығын емтиханнан құлатпақ болады. Бірақ бір кезде Нетор деген бастық сияқты біреу келіп, сен қуасың ба, барлығын емтиханнан құлату дұрыс емес, кел оданша шынымен біреуді емтиханнан құлатайық дейді. Сосын оларға жаңа тапсырма береді. Бұл тапсырмада өте дәмді дәу жұмыртқаны алу керек. Солай олардың барлық жұмыртқаны алу үшін төменге секіреді. Солай біраз жұмыртқаны алып желдің көмегімен төбеге көтеріледі. Және солай дәмді жұмыртқаны дайындап әрі қарай дирижабельмен кетеді. Емтихан алушылар Хисоканың күшін талқылайды және ол өте қауіпті деген шешімге келеді. Сосын Киллуа Гонға өзінің отбасы киборг өлтіруші екенін айтады және оны киборг өлтіруші қылмақшы болған екен. Бірақ Киллуа олардан қашып кеткен екен. Кейін әлгі шал келіп Гон мен Киллуаға ойын ойнайық дейді. Егер олар шалдан допты алып қойса, шал оларды бірден аңшы қылады екен. Олар шалмен ойын ойнайды, бірақ шал өте мықты болып шығады. Сосын Киллуа мен әрі қарай ойнай алмаймын деп кетіп қалады. Ал Гон мен тағы да ойнаймын деп сол жерде қалады. Солай Киллуа кетіп бара жатқан кезде Киллуа бір адамдар шабуыл жасайды, ал Киллуа олардың бір жерін екіге айырады. Сосын Гон сол жерде біраз уақыт шаршап ұйықтап қалған екен. Бірақ әлгі шалдың арқасында дирижабль баратын жеріне кешігіп барған екен. Және солай Гон дер кезінде ұйқысынан оянып үлгерген екен. Сосын оларды башняға тастап кетеді, ал олардың мақсаттары сол башнядан түсу екен. Бір адамдар башняның жанымен түспек болады, бірақ оларды бір құбыжықтар алып кетеді. Сосын оны олар көріп басқа жолмен түспек болады. Және солай олар айналатын тасты тауып сол тастың ішіне кіреді, бірақ ары қарай өту үшін 5 адам қажет екен. Арадан 2 сағат өтеді. Солай бақытсыз кездейсоқпен Том олардың серіктесі болады. Сосын келесі деңгейге өтеді. Ол жерде оларға ережені түсіндіреді. Олар ары қарай өту үшін кем дегенде 3 рет жеңу керек екен. Ал олар тұтқындармен шайқасады екен. Және оларға бұл замықтың түбіне жету үшін 72 сағат берілген екен. Солай бірінші болып шайқасқа Том шығады, бірақ ол шайқаста мен жеңілдім деп беріле салады. Ал Леорионға оның бұл ісі ұнамайды. Келесі шайқасқа Гон шығады, оның қарсыласы ойын ойнайық дейді. Ойынның ережесі кімнің шамы бірінші өссе сол жеңіледі екен. Ойын басталады. Гон ұзын шамды таңдайды, бірақ ол шам тез жанып тез өсіп кететін шам екен. Бірақ бір кезде Гон өзінің шамын жерге қойып қарсыласына қарай жүгіреді. Қарсыласының шамын өпіріп өшіріп тастайды. Солай Гон жеңіске жетеді. Келесі шайқас басталады. Бұл шайқаста Курапика шығады екен. Оның қарсыласы көк түстегі бір адам екен. Ол өзінің қаншалықты мықты екенін көрсетеді. Және онымен қоса денесіндегі бір өрмекшінің татуировкасын көрсетеді. Леорио осындай татуировкасы бар адамдар өте қауіпті дейді, бірақ Курапика оны талдырып тастайды. Сосын бір проблема пайда болады. Олар келесі шайқасты бастай алмайды екен. Оның себебі әлгі көк адам талып қалғандықтан, ол жеңілдім деп айта алмағандықтан оның оянғанын күтуге тура келеді. Бірақ Курапика оның шаруасын тындырып шайқасты ары қарай бастай алады екен. Бірақ Курапика оның шаруасын тындырғысы келмейді. Кенеттен Хисоканың шайқасын көрсетеді. Хисокаға қарсы бұрынғы емтихан алушы. Хисока оны жеңеді. Солай бірінші болып тапсырманы аяқтайды. Сосын Хисока өткен жылы сәтсіздікке ұшырап емтиханнан өте алмай қалған екен. Оның себебі ол өткен жылы кездейсоқ емтихан алатын адамды өлтіріп қойған екен. Кейін олар әлгі көк адам қазір оянбайтын секілді деп келесі шайқасты бастайды. Шайқасқа Леорио шығады. Шайқастың ережесі бәс тігу екен. Леориоға қарсы белгісіз бір адам шығады. Леорио әлгі көк адам өтірік талып жатыр деп көк адамның өтірік талып жатқанына бәс тігеді. Ал анау белгісіз адам ол шынымен талып қалған деп бәс тігеді. Бірақ артынша ол ойланып басқаша бәс тігеді. Солай ол да көк адам өтірік талып жатыр деп бәс тігеді. Солай Леорио көк адамды тастап оның өтірік не болмаса шын талып қалғанын анықтамақ болады. Көк адамды сол жерден пәшке тастамақ болады, бірақ көк адам мен өтірік талып жаттым деп өтірік талып қалғанын мойындайды. Олар өз уақыттарын пәшке тіккендіктен уақыттан жеңіліп жатты. Есеп 80-де 20. Бір кезде әлгі белгісіз адамның қыз екені белгілі болады. Ол мен қызбын ба жоқ еркекпін ба соған бәс тігейік дейді. Леорио мен сенің қыз немесе еркек екеніңді қалай анықтаймын дейді. Қыз Леориоға менің денемді ұстап анықтасаң болады дейді. Леорио келіседі. Леорио қызға сен еркексің деп бәс тігеді. Бірақ ол еркек болмай қыз боп шығады. Солай Леорио жеңіледі. Кейін олар қағаз қайшы ойын ойнайық дейді. Бірақ Леорио қайтадан жеңіледі. Және солай барлық уақыттарынан айырылып қалады. Сосын Киллуаның шайқасы басталады. Киллуаға қарсы бір дәу адам шығады. Ол көптеген адамдарды қолмен өлтірген екен. Киллуаның қарсыласы шайқас адам өлгенге шейін болады дейді.
Киллуа келіседі. Киллуа киборг өлтіруші отбасынан шыққандықтан ол өзінің қарсыласының жүрегін жұлып алып оны оп-оңай жеңеді. Солай олар 3 рет жеңгендіктен ары қарай өтеді. Кейін біртүрлі бір адамның екінші болып өткенін көрсетеді, ал үшінші болып бір тақырбас өтеді. Сосын Гон және тағы да басқалар өздерінің барлық уақыттарынан айырылып қалғандықтан оларға уақыт өткізу керек болады. Солай уақыт өткізетін бөлмеде өткізеді. Леора барлық уақыттарынан айырылып қалғаны үшін өкінеді, ал басқа адамдар жаймен ары қарай өтіп жатты. Осы кезде ары қарай өту үшін Гон және тағы да басқаларына екі жолды ұсынады. Біреуі қысқа жол, екіншісі ұзақ жол екен. Қысқа жолмен тек қана 3 адам өте алады екен. Қысқа жолға 3 адам кіреді. Оларға ешқайда кірмеген 2 адам балта тағы да басқа заттарды береді. Олар екі жолдың ортасындағы дубалды бұзады. Және солай барлығы бірге ары қарай өтеді. Сосын келесі кезеңде олардың әрқайсысына кездейсоқ сан береді. Ол санды олар тағып алады. Және оларға сан жазылған қағаз береді. Ал ол қағазда жазылған санды қарсыласынан тартып алу керек екен. Және онымен қоса олар 6 ұпай жинау керек екен. Олардың өздерінің санына 3 ұпай береді екен. Тағы қарсыласының санына да 3 ұпай береді екен. Ал қарсылас емес адамның санын тартып алса, оған 1 ұпай береді екен. Бұл жолы Гонға қиын болайын деп тұр, себебі оның қарсыласы Хисока. Ал мен видеоны осы жерден аяқтаймын. Егер видеоның келесі бөлімін қаласаңыздар, міндетті түрде арнаға жазылып, колокольчик барлығын басып қойыңыздар. Және комментарияға келесі бөлім қашан шығады деп жазып, болмаса келесі бөлім шығаршы деп жазып кетсеңіздер болады. В общем, сол енді сіздермен қоштасайын. Келесі видеода кездескенше қош аман сау болыңдар. Давайте.